Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге бүгін Ключина 17 каналы. Сіздерден тағы кешірім сұраймын, бүгінгі видеом тағы да кешіктіріп жатқаныма. Бүгін мен дәл қазір ноутбуктың алдында отырмын. Монтаж жасап өте көп видео материалдар жиналып қалған еді. Мен бүгін бірден екі видеоны монтаж жасап тастамай деп жатырмын. Сіздерге арнап арасын суытпай 3-4 күннен соң тағы да видео салу үшін. Так, бұл видеода біз не істедік? Біз бұл видеода получается екі амортизаторды ауыстырдық машинаны. Егергенімше түсірген видео материалдардың барлығын монтаж жасап көрсететін болатын. Штамптар салдық, цвета болатын. Новый аккумулятор салдық, генератордың ішінде диодный мост, щетканы ауыстырдық. Генераторды екі рет ашып, екі рет жинадық. Кішкене біріншісіне дұрыс істемедік. Получается, щетка дұрыс қоймаған, арзан щетка сала жерген бізге. Оны жинап қайта салдық. Қазір барлығы дұрыс. Машина қатысты өте көп күшті жаңалықтар бар. Олардан болашақта айтатын боламыз. Одан бөлек стеклоподъемнигін істемей қалды, онымен проблема болды. Жаңа моторчик салдық біреуінде ескісіне жаңа моторчик салып. Амортизаторды ауыстырдық. Амортизатордан бөлек үстіндегі осындай резинасы болады, подушка секілді. Соны ауыстырдық. Одан бөлек менде машинаның оталуымен стартермен кішкене проблема болды. Машина ескі болғаннан кейін біраз жерін қарап шықтық. Енді қазір жақсы. Қазір күн суытып кетті негізі. Жазда түсірілген машинаға жасалған вложениялар бойынша бүкіл видеолардың барлығын жаймен салып отырамын. Күтетін болсаңыздар, жақында жақсы жаңалықтар бар. Сіздер күтеді деген ойдамын. Сіздерге арнап видео материалдар дайындап отырмын. Алғашқысы 2000 қанша болдық? 2200 ба? 4000 5000-ға жеткізейік. Я білемін, мен өзім кесірімнен активность түсіріп алдым. Достар, қайта күш берсеңіздер, жалғастырамыз. Может, ұмытып кеткен нәрселерім болса, видео барысында көретін боласыздар. В принципе, бүгін видеода болатын нәрселердің барлығын салдым. Арасында қызықтар да болды. Машина өшіп қалып, оны басқа таксисттерге индрайвер арқылы шақырып машинаны тартқан кезіміз де болды. Досымның туған күнінде қалада төзімділіктермен жүріп қара нәсілдіктен апарып тастадым. Ол да видео материалда көретін боласыздар. Астана қаласында жұмыс бабымен жүріп. Солай көптеген видео материалдар жиналып қалды. Көріңіздер, тамашалаңыздар, барлығы сіздер үшін. Алдындағы екі штап менде жаман еді, қырылып кеткен. Мен екі штамп алдым, ол алған екі штамп более широкий екен, оны артына лақтырам. Ал мына артында тұрған цвета болото штампты артындағы ар жақ бетіндегісіне, мына жақ бетіндегісіне алда лақтырам. Солай, короче. Артына резина қалады, жақсы, пока болады бір сезонға. И алдындағы резиналар десе новый. Сол будущем появился, может китайцы сломаться. Пока что бірақ осы штамп қалдым. Так, цвета болады, а вот. Ассалаумағалейкум жігіттер, бұл Ключина 17 арнасы. Бүгін осы машинаны тартып жатыр. Аккумулятор отырып қойған. Вообще заряд жоқ. Телефонда зарядкасы жоқ. Қазір өліп қалса жаман болады. Күшті, зор. Негіз бүгін туған күн болып жатқан еді, негізі ше. Әдемі донер жеп басталған еді. Инес болды ғой, жұмыстың бәрі кәдімгідей ше. Инес болды. Осылай, короче. Сол жақпен тұрмаңдар сол үшін. Дәрет алып жүріңдер жігіттер. Жаман екен ғой бұл бәле деген. Әр күнге жалынып бар ғой ше. Уже кәдімгідей бар ғой ше. Күйік болып кеттік қой. Зор, трос үзіліп кетті, зор. Сәлем группа. Так, ассалаумағалейкум достар. Бүгін тағы да не болған, машинаға көз тиіп жатыр ма, или білмеймін, бірдеңесі дұрыс болмай жатыр ма, әйтеуір
Короче, машина қазір нормально жүріп тұр. Мен қазір нормально айдап кетіп бара жатырмын. Но мен когда қазір машинаны өшірген сәтте менде проблемалар басталады. Менде білем қумай қалады. Немесе аккумулятор ауыстыру керек маған, новый аккум салу керек. Или менде проводкада бір жерде аккум негізі жақында ғана салған тұғым. Мен негізі машинаны алынған кезде бұрын өзі солай деп айтқан тұғым. Машина жаңадан аккум салған тұғым деп. Но білмеймін, әйтеуір енді бір жыл болды деді аккумуляторға. Не екенін түсінбей жатырмын. Қазір сол электрикке апара жатырмын. Мына спидометрді жөндеу керек. Қазір мынау 80 деп көрсетіп тұр. Негізі біз 60-пен кетіп бара жатырмыз. Оны телефон электронды несімен тексеріп көргем. Астана қаласында қазір Рахымжан Қошқарбаева көшесінің бойында Юго-Восток деген микрорайон бар. Сол жақта не жасайды? Осындай Шымкент қаласында Қатын көпір болса, бұл жақта Юго-Восток деген жерде, осындай микрорайонда ремонт жасайды. Бір таныс ағамыз бар, соған алып барамыз. Сол қазір. Міне, нормально жүріп тұр, нормально беріп отыр. Фар бәрі туманька жанып тұр, но білмеймін неде екен. Қазір барамыз, көреміз. О, міне. Мазерати дейді. Мазерати дейді. Так, достар, мен электриктен үйге келдім. Так, сіздерге көрсейін. Мен бағана көрсетпеппін ғой сіздерге. Şimdi, короче, машина оталмай қалатын тұғым. Дейін, қанша бұрасан да скоростан шығарамыз. Полоборот уже оталып тұр. Все, полоборот оталып тұр. Ол бірақ нәрседен екен. Мынандай регулятор напряжения электронный. Бұл бізде жеңіл тілмен айтқанда генератордың щеткасы. Мені нашарлап қапты. Жақсысын салдым, 2000 теңгеге алдым, мені новый. Уже салып қойдым, орнатып. Капотты ашып көрсетем сіздерге. Так. Сосын тағы бір себеп бар. Менің машинам оталмай қалып жүргеніне. Оказывается, туманиканы біз қате жалғаппыз. Мынаны. Сол үшін ажыратпастан, пока релесі іште тұр. Генератор мынау тұр. Артын шештік, ауыстырдық. Барлығы нормально. Туманиканы дұрыс жалғаймыз, қате жалғаппыз. Так, в целом осы. Ассалаумағалейкум, достар, тағы да. Бүгін біз, мен алдын айтқан ем ғой, генератордың диодный мост, мені диодный мост деген нәрсе генератордың артында. Менде осы нәрсе күйіп кеткен еді. Мұны қарасаңыздар, мынау жанып кеткен. Так, мына жерінен тағы жанып кеткен. Мына жақ вообще еріп кеткен мен. Мына жағы да мен мынау да жанып кеткен. Осылай болу қажет. Негізі нормально болу керек. Міне генератор тұр, артқы частында болады. Мынаны алқасы көрсетейін. Тут мотор ыстық. Сол күйіп кетті, короче, в общем. Соны ауыстырдым. Вот нормально. Потом мен оның алдында мынандай щетка деген нәрсе бар. Щетканың мысалы ортасында обмоткаде айналса, соған тіреліп тұрады и ток вырабатываться етіледі осыдан. Соған айналып тұрып. Осындай нәрсе алған тұғым. Мынау новый еді. Вот. Бұны 1500 теңгеге алған тұғым. Бұл да күйіп кетті. Содан мен мынандай диодный мост 5000 теңгеге, щетканы 2000 теңгеге сатып алдым. Получается 7000 кетті ма? И мына диодный мостты жаңасын ескі генератордың өзіне паяльникпен жабыстырып беру 5000 теңге болды жұмысы. Получается мен 12000 теңге құрттым. Өзім шештім, өзім салдым. Түсіруге уақыт болмады, потому что бір жерге етіп бару керек болдық. Содан видеоға түсірген жоқпыз, просто видео отчет берейін дегем. Так, енді ладно, бұл диодный мост пен щетканың жыры бітті. Енді дәл қазір тағы бір проблема басталды. Менде машинаны на ходу келе жатып, жұмыстармен жүріп, өшіп қалдым.
сұрақ неге түсіндім. Машинаны от алдырамын, от алып тұрады. Газ берсем тұрады да, газ жіберген кезде өшіп қалады. Получается, менде датчик холостой ухода. Холостой ход менде тұрмайды. 8-де тұру қажет негізі. И вот, мен датчик холостой уходын ашып көрсем, оказывается, менде мынау істен шығып кеткен екен. Бұл мына жерде тұрады міне. Мына жерде тұрады. Мен бұны менікі шығып кеткен мынау. Ішке кіріп тұру керек. Шығып кіріп істеп тұрады негізі. Вот, мынау жақсысы. Мен қазір осыны саламын. Сделано в России. 12-ка, 10-калардікі бірде вот осындай. Мен қазір біреуін алып салып көрдім. Міне. Менде запаста екеуі жүрген еді. Мынау артығымен бар еді. Қазір осыны саламын. Мынада оборот жоғары ұстап тұр. 2000-3000-да. Қазір от алдырып көрсем. Мынау вообще кірмейді. Істемей қалды, в общем. Осыны қазір жасайтын болғанмын. Қазір салындым. Бағана от алғанда вообще ұстамай тұрды. Қазір уже ұстап тұр. Но оборот 2000-да жоғары тұр. Жай түсіп жатыр. Стабильно негізі 10-нан төмен 8-де тұру керек. Так, сол үшін қазір ауыстыратын боламыз. Басқасын салып алдым. Мына ескі машина болғаннан кейін кішкене шаршатады екен. Вот қатырып қойдым. От алдырып көреміз. Машинаның ішігі быт-шыт болып жатыр. Так. Все, нормально. Енді нормально все, жасап алдық. Тағы да ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз тағы мастерскайдамыз. Так, дверной картты шешіп тастадым. Потому что менде мына жерде мынандай трещина бар еді. Мына трещина. Осыны қазір мен неғып тастағым келіп жатыр. Клеить етіп тастаймын мына сынығын. Артынан алып. И тағы бір сынық бар мына жерде. Осыны астына қоймайым, ағаш қойып, дұрыстан клеить етіп тастаймын. Қойып тұр. И менде негізгі проблема. Так, зажиганиені ашамыз. Стеклоподъемник. Міне көтермей қалады. Басып тұрсам да көтереді кейде. Міне. Кейде көтермей қалады. Короче, проводка бір тимей қалады. Мен қазір моторчикті шешіп көрейін деп жатырмын. И сосын екінші жағы, то есть артымыз істеп тұр. Мына беті артымыз істеп тұр. Передний. Вот неприятный дауыс. Осыны ауыстыру керек. Достар, в общем, стеклоподъемникті аштым. И менде бағананы бір түспей қалатын себебін түсіндім ғой. Мына жерде түбі кішкене қиылып кеткен екен. Содан екен. Так, достар, в общем, бағана күндіз түсе алмадым, моторчик бұзылып қалды. Қазір істедім, қол май-май. Короче, міне. Мастерларым болды. Менде алдым проблема, негізі жақсы істеп тұратын, просто когда иногда қатып қалады, и қатқан кезде мына жерде моторчиктің үстінен ұрасың, и сол кезде барып істеп тұрады. Мен электрикасы жағып көрмедім, там щеткасы нашар тимерген екен, ауыстырып жүрдім, и все, моторчик. Все, нормально. В общем, достар, мына недегі сынықты жамап жатыр. Бүкіл шелдерге ак фикс деген клей бар. Все, мен шелдерге жағып шықтым, мысалы. Осылай. Жақсырақ қалыңырақ орын жағып отырмын. Потому что сынып кетуі мүмкін. Именно подлокотник, қол қоятын жер ғой, когда дверной карты. Для себя өзіміз. И затвердитель. Жақын алып кетіп жатыр. Қатып жатыр.
мына жағынан бағанасын көріп тұрған жер қатып қалған. И мына жер прикинь, қатты. Все. Амортизаторға строға келдік. Капотта. Амортизатор шештік. Может, наконечник бізде істемей тұрған, білмейтін қысқасы көреміз. В общем, бізде не істейміз? Опора передней стойки ауыстырып жатырмыз. Мынау ескісі. Тағы бір ескісі. В общем, мына подшипник кетіп қалыпты ішіндегі. Мынау тұрған. Новыйын саламыз қазір. Әрі қайсысы 6,5 теңге деп тұрды. Скидкамен 5,5 теңгеден алдым. Так, мен сосын саламыз. Оңай айналып тұр. Мынау вообще қатып қалған. Осы. Ескі амортизаторда маят жерген. Оның орнына мынаны саламыз. Ана біреуі жақсы. Оң жағының. В общем, достар, екі амортизатор ауыстырдық. Екі опора ауыстырдық. Болды, қазір салып жатырмыз. Болды ма? Жігіттер, в общем, тағы да опора шаровый ауыстырдым. Алдыңғы екі опораны кеше амортизаторда ауыстырдық. Онымен болмады. И бүгін ертесіне келдік. Шаровыйда ауыстырып жатырмыз. Бізде осы нәрсе шиқылдап жүр екен. Анда жасап жатқан жігіт біреуін алып қойды. Мен екіншісі. В общем, шо. Самообслуживание мойкадан шықтық. Вот наша ласточка. Так. Цвета болота. Диск. Вот. Көп рахмет. Подписка жасамай, наоборот, поддержка беріп, комментарий жазып, достарыңызға жіберіп, қолдап кетіңіздер.